Құрметті ұстаздар, оқушылар, ел бірлігін ойлайтын, өз отанын қорғайтын, өркениетті өрістететін біздің ардақты ағаларымыз баршылық. Иә, уақыт көз алдымыздан зымырап өтіп барады. Кеше ғана балайың, келдің ғой талай жасқа деп ұлы Абай атамыз айтқандай, алдарыңызда кеше ғана мектеп партасында отырған, білім нәрімен сусындаған, Жасөркен орта мектебінің шәкірті, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қызылқайнар ауылдық округінің әкімі Сматов Зайнилда Сейділдаұлы. Армысыз ағаным. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында орындалып жатқан біздің мектеп түлектері арасында мен сізді мақтан етемін акциясы бойынша сіздің қызмет орныңызбен, тыныс-тіршілігіңізбен, қазанша қайнап жатқан еңбектеріңізбен танысқалы келдік. Қайда менің мектеп күндерім, жалындаған жастық шағым күн керім, дуылдатып, думандатып жүретін бақытты сәт шалқып шығарып күндерім. Қайда сол бір асыл жанды достарым, аңқылдаған, жарқылдаған от жалын, сұңқар жігіт, аққу қыздар қайдасың, мектепті еске аламыз, жүрегімізде от жалын дегеле, сізге жастық шаққа саяхат, яғни есіңізде қалған мектеп кезіндегі сұрақтар бергімге отыр ағай. Әрине, біз сіздің Жасөркен орта мектебінің түлегі болғаныңызды білеміз. Сонда да балалық шақтан қандай естеліктер қалды? Айта кетсеңіз. Әрине, адам өмірі өзі бір үш кезеңге бағалауға болады. Ол философ Дизраэль деген үлкен аталарымыз айтқан екен уақытысында. Жастық шақ ол бір кезең, балалық шақ. Онан кейін орта кезең, онан кейін мынау қарттық кезеңдегі. Жастық шақта әрине онда көп қателіктер болады. Орта кезеңде ол арпалыс, жұмыс, қызмет. Ал енді кейінгі қарттық кезең ол сол істерді дұрыс жасамаса өкініш деп айтады. Осы үш кезеңнен тұрады. Енді балалық шақ деген ол бізге өте ыстық қой. Осы ауылда туылдық, әкеміз қарапайым қызметкер болды, шешеміз қарапайым қызметкер болды. Бірақ осы колхоздандыру кезде үлкен, менің фамилиям Сматов, үлкен атамыз Смат Төлен деген осы колхоз бастығы болған екен, 29 жылдар. Енді біз 16 бала болып бітірдік, оның өзі 6 бала, 10 қыз. Әркім енді өмір жолын өзі таңдады. Енді бірақ сол балалардың, 16 балалардың ішінде жасы кіші мен болдым. 16 жасымда мектепке барған екем, 16 жасымда мектеп бітірген екем, 20 жасымда Жамбыл технология институтын бітіріп, 21 жасымда әскер қызметін атқарған екен. Содан бері мінекей 40 жылдан аса тек қана осы жұмыспен келе жатырмын қызметте. Енді балалық шақта есте қалатын нәрсе не енді? Көп нәрсе есімізде. Ол кезде сіздерде сияқты бір әдемі мектеп бізде болған жоқ. Ол ескі мектеп болды. Сіздерге айта кетейін, қасымызда тұрған Гензавод деген бар. Сол Гензаводтың қасында қазір барактық типтегі квартира тұр. Сол біздің орта мектебіміз еді. Енді қызықты моменттер көп, бірақ мұғалімдеріміз де жақсы болды. Барлығы білгенін бізге үйретті. Үлкен, енді біз 16 баланың ішінде бір мемлекет қайраткері шыққан жоқ. Сол 16 баланың ішінде енді мен шығарым, осы 4-ші жерде ауыл әкімі болып жұмыс істеп жатырмын. Рахмет. Алғашқы ұстазыңыз туралы не айтар едіңіз? Алғашқы ұстазыңыз кім болды? Алғашқы ұстазым мына Оразкүл деген апайымыз болды. Абдықалық деген Өмірқұлов атамыз болды. Ол кісілер біздің бірінші сабақ берген сол кісілер. Олардан енді қазір немерелері сіздердің мектепте істеп жатқан болу керек. Қайрат деген баламыз. Сол кісілердің атасы мектеп директоры болған, әжесі мұғалім болған. Сол кісілер бізге сабақ берген еді.
Енді көп қызмет жасап жатырсыз, еңбегіңіз еленіп жатыр, халқыңызға қалаулы болып келе жатсыз. Осы біздің Қызылқайнар ауылымыздың кешегісі, бүгінгісі және ертеңгісі туралы не айтар едіңіз? Бұл өте күрделі сұрақ. Оны осы сізбен біздің арамыздағы осы қазіргі сөйлесу тақырыбында сыя қоймайтын шығар. Бірақ дегенмен біз социалистік қоғамда өмір сүрдік. Ол кезде жоспарлы экономика еді. Қазір енді біз егемендік алғалы бері, совет үкіметі тарқағалы бері нарықтық экономикаға көштік. Яғни біз капиталистік қоғамға жол аштық. Әрине, социализмнің өзінің де ерекшелігі, оның барлығын жаман деуге болмайды. Оқу, емделу, жұмыс беру мемлекет тарапынан, оның барлығы ол кезде қазіргідей проблема жоқ. Бұл кезде қазір менің жасымдағы 60-тан асқан ауыл тұрғындары барлығы осы советтік кезеңді көрді, оның жақсылығын да көрді. Советтік кезде бізде совхоз, Плодовин совхоз, жеміс жүзім совхозы Жасөркен деген болған. Ол мына Жасөркен жалпы білмейтін адамдар бір табиғаттың әдемі жерінде орналасқан. Талас өзені сіздердің басында отырсыздар. Әдемі сондай курорт деп айтады. Бір жанат жер деп. Бірақ ол рас, табиғаты өте көркем болғанмен экономикалық потенциалы ол төмен. Өйткені біздің 20 мың гектар жер болатын болса, соның 1% ғана суармалы жер. Қалғанның барлығы осы совхоз кезінде насоспен 37 метр биіктікке, кейін Берікшал каналы соғылған 600 гектарды суғару үшін ол 91 метрге дейін биіктікке көтерді. Ол деген өте үлкен қаражат көзі керек болды. Ол кезде 1 киловатт электр энергия бір тиын, 2 тиын. Міне сонда тау бөктерінде бізде 530 гектардай жүзім алқабы болды. 3000 гектардай ақ егіс алқабы болды. 200 гектардай алма бағы болды. 10 гектардай бағана жеміс жидек дейді. Оның ішінде мынау клубника дейміз, смородина дейміз. Осындай ауыл шаруашылық дақылдары егілетін. Өте үлкен дәрежеге жеткенбіз. Біз ол Алматыда осы жүзім, вино шаруашылықтарын біріккен трест болған Казвинпром деген. Біз есеп қисабымызды және тікелей сояқ біз басшымыз еді. Сондықтан ол қазір кез кетті. Қазір міне егемендігіміз 26 жыл болды. Әлі де бізде шешілмей жатқан проблемалар көп. Елдердің біразы әлі күнге дейін жалпы өзгерген нарықтық экономикаға әлі онша бейімделе қойған жоқ. Сондықтан біраз күрделі мәселелер бар. Мысалы, өздеріңіз көріп отырған мына тау бөктеріндегі жүзім алқабы, алма алқабының бәрі бос жатыр. Олардың бәрі пай үлесі бар. Өзіміздің аталарымыз, апаларымыз, әжелеріміздің жері. Олар өкіметке қазір өткізуге қиналады. Ал енді мен әкім ретінде инвестиция тартқымақ келеді. Қазір міне проект жобалар бар. Менде бір 200 гектардай алма егуге, 600 бас ірі қара сиыр бағатын. Бірақ жер жоқ. А жерді бағанағы үлескерлер, олар бағанағы маған әлі түсінікпен қараймай, әлі бермей жатыр, түсінбей жатыр. Осы бағытта қазір жұмыс істеудеміз. Рахмет. Ағай, мен де тілші болғандықтан, тіл маманы болғандықтан сізге құралақан келген жоқпын. Менің азын-аулақ сізге деген арна өлеңімді қабыл алсаң, сиясы кетпеген. Рахмет. Нұрлы үмітті арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, Қызылқайнар мақтанышы басшысы Сматов Зайнолда ағай ортада 2030 бағдарламасын қолдаған, елбасының жолдамасын жолдаған, қадағалап әр тарауын мүлт кетпей, қиындықтан қанаттары талмаған. Қиналған жанға ұмтылар, күлімдеп күлсе күлкісінен күн шығар, жетөнерді игерген бойыңызға
жігітсіз ау Қызылқайнарда бір туар. Қараймын да таң қалам, жете алмайды зейнетке, инемен құдық қазбаған. Қабылдаңыз ағатай, арнауымды аздаған. Рахмет Салтанат. Рахмет. Енді сіз қарап отырсақ, зейнеткерлікке бір табан жақын жан екенсіз. Осы арада сізге енді уақытыңызды алмайын, жас кезінде бейнетпер, қартайғанда зейнетпер деп, зейнеткерлікке шыққан уақыттағы алдағы жоспарыңызбен таныстыра кетсеңіз. Мынау кезінде зейнетке қашан жетеміз деп келдік, қиыншылықтарға келген кезде, бағанағы қиналған кезде. Енді мен 4 жылға Қызылқайнар ауылдық округі әкімі ретінде сайландым. Енді біздерде енді қазір мәслихатта сайлайды ғой. 4 жылдық мерзімім 2019 жылы октябрь айында аяқталу керек болса, қараша айында. Ал енді жасым болса, Алла қаласа сол күнге жеткізсек, ендігі жылы осы маусым айының аяғында 63-ке толуым керек. Енді ары қарай қалмау, ол аудан әкімінің құзыретінде. Сондықтан мен қазір ендігі жылы